Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен видеомда бөлме гүлдеріне қандай су құятыным жайлы көрсеткім келіп тұр. Мен осылай бөлме гүлдеріне осындай 5 литрлік баклажкеге арнайы су құйып қоямын. Бұл бір апта 10 күн тұрады. Сосын бөлме гүлдерін суғаратын кезде міндетті түрде осы сумен суғарамын. Қардың, жаңбырдың суларын алсаңыздар да, осылай ыдысқа құйып тұндырып қойып құйсаңыздар да өте жақсы әсер етеді бөлме гүлдеріне. Мінекей, менің осы гүлдерім жаңадан пересадка жасаған гүлдерім. Фикус гүлі, замиокулкас гүлі, сансеверия бар, драцена гүлдері. Бұларды алдыңғы видеолардан салған болатынмын, пересадка жасағанымды. Және отростка алу үшін, көбейту үшін цитокиновая паста қолданғанымды барлығын алдыңғы видеолардан көрсеңіздер болады. Мінекей, осылай басында осылай шамалы құйып аламын. Кейіннен душ қабылдатамыз бұларға. Мінекей, мына жерде менде көбелек гүл дейді. Ол гүл туралы, мінекей, мына гүл туралы алдағы уақытта арнайы видео түсіремін. Осы гүлдің күтімі жайлы, қалай өсіру керек жайлы міндетті түрде видео шығарамын. Және мына драцена гүліне суды үстінен құймаймыз, тек ыдысының осылай сыртынан құямыз. Яғни бұл гүл суды асты жағынан, ыдысының асты жағынан ішеді. Және бұл гүлге жиірек су құйып тұру керек. Және жарық жерде өте жақсы өсетін гүлдердің бірі. Мінекей, осылай қатты мұздай, қатты ыстық қылмай, орташа температурада душ қабылдатамыз гүлдерге. Мінекей, аптасына мүмкін болса, аптасына 1 рет осылай душ қабылдатып тұрған жақсы. Егер бұндай мүмкіндік жоқ болса, арнайы ыдысқа құйып, жапырақтарына шашып тұрсаңыздар да болады. Әсіресе осы фикус гүлі мен замиокулкас, яғни долларовое дерево гүліне жапырақтарын міндетті түрде осындай сумен душ қабылдатып тұрған жақсы әсер етеді өсуіне. Мінекей. Драцена гүліне де шашамыз осылай. Жалпы бөлме гүлдерінің барлығын осылай аптасына 1 рет жапырақтарына су бүркіп немесе осылай душ қабылдатып тұрсаңыздар болады. Және тағы да басқа гүлдерім туралы алдыңғы видеоларда шығаратын боламын. Күтіңіздер.